Сұрақ, ағам беташар жасауыма қарсы болып жатыр. Келіннің сәлем салуы дұрыс емес дейді. Жалпы негізі болсын біз білейікші, беташар негізі харам емес, және де келіннің сәлем салу ол ширк емес негізі. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар ғой, амалдар ниетке байланысты дейді. Сіздің жасап жатқан әр бір нәрсеңіздің өзінің ниеті бар өзінің. Жалпы негізі келіннің сәлем салу адамдарға бір табынып жатқан жоқ ол жерде. Ол жерде ата енесіне деген, үлкендерге деген құрметі ол жерде. Келіннің сәлем салу ол жерде құрмет ретінде. Жалпы негізі қазақ халқының жаңағы жас келіндері бір адамдарға табыну мақсатында сәлем салып жатқан жоқ ол жерде. Біз осыны білуіміз керекпіз. Және де беташар ол харам емес ол. Беташарда негізі қарап отыратын болсақ, әулеттермен таныстыру болып жатыр ғой, жаңағы домбыра тартып тұратын кісі, бет ашатын кісі. Сол жерде мысалға қарап отыратын болсақ, Құран-ы Кәрімде мынандай аят бар. Худжурат сүресінің 13-ші аятында былай дейді: біз сендерді бір ермен және бір әйелден жараттық дейді. Яғни сендерді Алланың ұлыстары мен руларға бөлдік дейді. Несіне үшін? Танысып табысуларың үшін дейді. Енді ол жерде бір әулеттен басқа бір рудан, басқа бір жерден қыз келіп тұр, енді ол жерде таныстырып жатыр ғой. Барлығы шариғат шеңберінде болып жатыр. Сондықтан бұл негізі ширк қосу ондай нәрсе емес бұл жерде.